Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жеңіл, асқазанға жеңіл қорытылатын салаттардың бірімен бөлісемін. Өте дәмді, нәзік салаттардың бірі. Сіздермен Эльмира. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге керек болады 40 қабат керек болады. Көктемде жаңадан пісіп шыққан 40 қабат өте дәмді, нәзік дәм береді біздің салатымызға. Осы видеодағы азық-түліктер керек болады біздің салатымызға. 40 қабатымызды дәл осылай ұзынша етіп турап алып, тұз араластырамыз. Сәбізімізді ұзын терканың көмегімен өтіріп алып, жақсылап араластырып қоямыз. Өзінің суы шығып, салатқа және де әдемі дәм беретін болады. Сочный болып шығады біздің салатымыз. Енді қиярды дәл осылай турап аламыз. Қалауыңызша турасаңыз да болады, білініп тұрсын десеңіз. Екінші қиярдағы көлемдегідей турасаңыздар болады. Қиярымызды турап алдық. Енді қызанағымызды турап аламыз. Қызанақ қоспасаңыз да болады, бірақ ерекше дәм беретін қызанақ. Осы дәмдеуіштерге үйлесетін ас көктерімізді қосамыз. Мен укроп, петрушка қостым. Ас көгімізді осылай турап алдық. Енді сарымсақты осылай майда терканың көмегімен өтіріп аламыз. Сол кезде біздің салатымызда сарымсақ дәмі білінбейтін болады. Сарымсақтың үстінен дәмдеуіштерімізді саламыз. Тұз, қант, 9% уксус құйдым мен, көп емес, бір шай қасықтай. Өйткені балаларда жейтін болғандықтан көп құймадым. Сұйық майды жақсылап қыздырып, сарымсақтың үстінен құятын боламыз. Дәмдеуіштердің үстінен жақсылап араластырып, осы салатымызды 2 сағат тоңазытқышқа пищевой пакетпен үстін жауып 2 сағатқа қалдырамыз. Сол кезде тұздары, бұрышы бәрі сіңіп, өте дәмді, сочный салат болатын болады бізде. Біздің салатымыз дайын болды. Сіздерге рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Эльмира. Алдағы уақытта тағы да пайдалы видео рецепттер болады. Каналымнан алыстамай тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.